Қарағанды қаласы Балақай бөбекжайы, тәрбиешілер Грабова Вера Павловна, Алькенова Айсулу Бауыржановна. Экологическая культура является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры и основой гармоничного развития личности. Дошкольный возраст – первый этап формирования экологической культуры человека. Особую роль в экологическом воспитании играет патриотический аспект. Для маленького ребенка понятие Родины неразрывно связано с родной природой. В ясли-саду Балакай проводится системная работа по воспитанию патриотизма и любви к родному краю через формирование основ экологического мировоззрения. Работа осуществляется посредством проектно-исследовательской деятельности в соответствии с нормативными документами в сфере дошкольного образования. Алдымызға экологиялық тәрбиенің мақсаттары қойылды. Негізгі міндеттері айқындалды. Жұмыстың негізгі бағыттары экологиялық ағартушылық іс-шаралар, табиғатты қорғауға бағытталған практикалық іс-шаралар, экологиялық акциялар мен байқаулар, зерттеу жобалары, ашық есік күндері, жорықтар мен экскурсиялар, отбасылық туризм, ата-аналармен ынтымақтастық. Сонымен қоса күтілетін нәтижелер де анық көрсетілген. Ясли-сад активно принимает участие в экологических акциях и конкурсах различного уровня. Воспитанники, педагоги, родители стали участниками республиканского конкурса «Эко-челлендж» и экологической акции в переработку, посвященной юбилею нашего города Караганды. Организована система раздельного сбора отходов, установлены контейнеры для бумаги, пластика, стекла и пищевых отходов. Бөбекжай аумағында қалдық материалдан жасалған құстарға арналған жем сауыттар орналастырылды. Экологиялық жоба аясында педагогтармен бірге емен жаңғағын кішкентай емен ағашымен өсірді. Алдымен тәрбиеленушілер емен жаңғағын өнуін бақылап, өскінге күтім жасап, суарып, ағаштардың табиғат үшін маңызы туралы білді. Өсіп жетілген емен Бөбекжай аумағына отырғызылды. В рамках данных проектов дети совместно с родителями создают полезные декоративные изделия из пластиковых бутылок, из коробок, из крышек, из пакетов и из других материалов. Были организованы мастер-классы по изготовлению поделок и полезных изделий из вторичного сырья. Из вторсырья изготавливают предметы быта, игровые пособия, массажные коврики, элементы для закаливания детей, настольные игры и костюмы для творческих показов. Қақпақтар мен балақайлар ұзақ мерзімді жобасы ерекше орын алады және бірнеше жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Жиналған пластик қақпақтар дамытушы және сауықтыру материалдарын жасауға, сондай-ақ қайырымдылық бастамалары аясында қайта өңдеуге жіберіледі. Педагогтер балалармен бірге пластик бөтелке қақпақтарынан шынықтыру жолақтарын, ұйымдастырған әрекеттерге арналған үлестірмелі материалдарды, шахмат ойыншықтарын жасайды. Увлекательно прошел смотр-конкурс «Лучший массажный коврик». Из бросового материала были изготовлены массажные коврики и атрибуты для закаливания, которые ежедневно используются в оздоровительной работе ясли-сада. Эко-сән жобасы жарқын оқиға болды. Оның аясында тәрбиеленушілер қалдық материалдардан жасалған костюмдерді көрсетті. Экологиялық сән көрсетілімі нағыз шығармашылық шоуға айналып, балалар мен ата-аналардың үлкен қызығушылығын тудырды. Важным направлением работы является деятельность водной лаборатории, основанной на исследовательско-игровых технологиях. Работа наша направлена на развитие у детей познавательной активности, через наблюдение, через экспериментирование, через игру и самостоятельное открытие новых знаний. В образовательный процесс активно внедряются элементы естественно-научного познания и творческого исследования окружающего мира. Ең қызықты әрі тартымды жобалардың бірі Балақай 2220 болашақ бөбекжайы ғылыми қолданбалы жобасы. Жұмыс барысында балалар үлкен қызығушылықпен болашақ бөбекжайдың макетін жасап, нысандардың орналасуын және олардың қызметін ойластырды. Экологическая среда создана и в оформлении ясли-сада. Оборудован уголок гидропоники, оформлены тематические зоны, посвященные временам года и климатическим поясам. Балалардың, педагогтердің және ата-аналардың бірлескен шығармашылығына ерекше көңіл бөлінеді. Тәрбиеленушілер туған қалаға, бөбекжай аумағын абаттандыруға және қалдықтарды қайта өңдеу мәселелеріне арналған экологиялық жобалар, бейнероликтер мен шығармашылық композицияны ұсынады. Мальчик, ты что-то хотел? Дяденька, посмотрите назад! Дядя, это наше будущее. Земля – это наш дом, и беречь ее долг каждого из нас. Экологическая деятельность освещается на странице Instagram. Экологическое воспитание в ясли-саду – важная часть жизни детей, родителей и педагогов.